Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін бізде 100 теңгемен 15 миллион инвестицияға үшінші күніміз. Біздің қолымызда қазір 4 мың теңгенің колонкасы және 6 мың теңгенің ремені бар. Общий жиынтық бізде 10 мың теңге болып тұр. Ура! Халыққа жеткізіп жібер, достарымызға айт, 100 теңгеден біз колонкаға қалай жеттік? Достар, өткен бөлімде көргендеріңіздей, біз 100 теңгеден изолентаға жеттік. Изолентадан шоткаға жеттік, достар. Андай тазалайтын. Шоткеден кейін біздер ойыншыққа жеттік. Ойыншықтан кейін бізге парфюм ұсынды. Парфюмнан біздер ременге жеттік деген сияқты ой береді осындай. Бір кісілер уже біз арғы админ жасайтын кезде бізге поддержка ретінде бізден алмады, наоборот бізге қосып берді осындай. Колонканы қосып берген болатын, иә. Бізде яғни 10 мың теңге бар. Осы 10 мың теңгені, 10 мыңдық затты біз енді басқа жерлердегі аға буындарымызға ауыстырып, инвестициямызды отандық өнімнің дамуын ары қарата жалғастырамыз. Бұйырса, достар, отандық өнім жарыққа шығады. Күтіңіздер, сіздерде лайк, комментарий, подписка, репост. Және достар, айта кететін жағдай, біздер кеше түнде эфирға кірген болатынбыз. Ора екеуміз эфирға кіріп көрдік. Бізде эфир ашылыпты, 300 подписчикпен ашылады екен. Эфир ашылды, біз кірдік. Эфир бізде енді басқалармен гостьға анау-мынау заттарға қоса алмаймыз, бірақ кіріп көрдік, 30 минут отырдық. Сол жерде бізде эфирға кірген кезде бір ағамыз өзінің авто аксессуар магазиніне бізді шақырды. Қазір ол кісіге звондап көреміз. Қазір таңғы сағат 11 болды ма сағат? Қазір звондаймыз, достар. Сағат 11:37, достар. 11:37 таңертең. Мінекей сағат Мұсафир деген ағамыз екен. Қазір звондаймыз. Білеміз. Мекен жайында мекен тексеретін боламыз. Қазір ағамызға звондап жатыр. Ауыстырам деген болатын. Иә, бізге 10 мыңнан жоғары затты ұсынам деген болатын. Әдемі. Біз қуанып кеттік. Қазір видеомызды алайық. Бұл кісі қазір алса, алмай жатыр, қазір алса, біз сол жаққа барып, өзіміздің ары қаратан жобамызды жалғастыратын боламыз. Ассалаумағалейкум, Мұсафир аға. Қалайсыз аға? Аға, сіз магазиндесіз ғой да? Кешегі балаларымыз ғой. Сіз магазиндесіз ғой да? Иә, біз қазір жарты сағатта сол жақта боламыз. Иә, жарты сағат, бір 20 минуттарда. Болды аға. Мінекей достар, біз межелі жерге жеткен болатынбыз. Және де достар, сіздерге тағы да айта кететін жағдай, бізге бизнесмен ағалардың алғашқы болып жазып тұрған осы ағамыз достар. Өзі эфирімізге кіріп, біз қолдаймыз, мен қолдаймын отандық өнімді деп бізді шақырды. Біз сол үшін келдік. Осындай ағаларымыз көп болсын. Ағаларымызға рахмет. Бизнесмен ағаларымыз, шақырыңыздар. Біз өнім бар, инвестиция жасайық, отандық өнімді бірге қолдайық достар. Мінекей, біз межелі жерге жеттік, қазір кіретін боламыз. Видео жүріп жатыр ма? Қазір кіріп көрейік. Келдік, өшім, ішінде сияқты ғой. Ішінде сияқты. Сан, 10 минуттан кейін келем деп жазып кетті, достар. Бізде ағамыз. Біз ағамызға жаңа хабарласып қой, достар, көрдіңіздер, 10 минуттан келем деп жазып кетті. Неден? Иә, мына жерге жазып кетті. Біз онда күтейік ағамызды. Мен шапкам, қалып қойдым ана. Басым қатып қойды. Қалып қойды деген сияқты ғой. Кетші. Ағамыз өшірі деген сияқты ғой. Күтеміз енді, достар, не істейміз? Күтейік, қазір ағамыз келсін. Оған не өшірді күтейік. Видеоны сап қойдырайық, достар. Сіздер лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап, бір болып жазып қойып. Так, достар, ағамыз келді. Еске қазір ағамызбен. Аға, жобамызды көрдіңіз ғой? Көрдім. Молодцы, жеттер. Қолдап кетейін деп. Рахмет. Дедіңдер, 10 мыңнан қымбат. Мынаны таңдасаңдар болады мен. Ракамды чіп под номерник. Номерник? Под номерник, да? Шторк болып түсет. Көрсетейін бе сендерге, да? Болды. Асыл жауады ғой, андай. 26 теңге, 18 мың теңге сатып жүрген затым ғой. Күніне 2-3 тұрады. Сендер как ауыстыруға оңай кетеді. Рахмет аға, сіз. Біз алғашқы бизнесмен ағамыз болып тұрсыз, бізді қолдап жатқан.
Оның өзінде қолдап қалғаныңызға рахмет. Иә, бізде уже отандық өнімді қолдағаныңыз. Что бұл? Қазақстанға техник. Дұрыс айтасыз. Ақ бозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын. Ау, сүмбілі жас. Жақынырақ түсір ғой. Мен осындай по одной минутке ауыстырайын деп отырмын. Ашылып жауыр. Патология. Или іштен болады мен осындай управление. Екеуін бірге жауады. Отдельно бар. Осындай дүние Патолог. отыр ғой бізге ағайын. Патолог бұл мынаны. Қиын емес. Өзіме келіп не істейін десеңдер, установкасын жасап беремін берген адамдар. Олай болса, мына жердің мекен жайын айтып жіберейік. Достар, Шығыс 1-33/2 Ақтауда. Ақтау драйв дүкені Туркістанда шығады екен, біз тарадық. Келсеңіздер болады, осы жерге сауда жасаңыздар, ағаларымызды қолдайық. Бізге отандық өнімді қолдап жатқан ағамызға үлкен рахмет айтамыз. Келіңіздер, сауда жасап, ағамызды қуантып тастаңыздар. Бізді қуантып жатыр болса. Олай болса, аға, қол алысып жіберейік. Жоқ, бұл. Неке, сіздің атыңыз? Мен саған коробка деген берем бе. Рахмет қолдап отқаныңызға. Рахмет. Мен саған коробка деген. Қуаныштымыз осындай бізді қолдап отқандарыңызға. Молодцы, алға баса беру. Берекесін үшін. Мінекей достар, бізге ағамыз осындай 4 под номерлік берген болған. Осындайға жеттік достар. Ағаларға үлкен рахмет. Осындай қолдау ағаларға көп рахмет етеміз достар. Бір-бірімізді осындай кезде қолдамасақ, қай кезде қолдаймыз деген сияқты достар. Біз енді келесі жаққа барайық. Бұл нәрсені ауыстыратын. Көбінесе альфарда дейтін адамдар ғой негізі достар. Мана айтты ағамыз. Альфарда айтатын ағаларымыз сізге осы 20 мыңдық под номерліктен жоғары зат ұсынса, біз қазір 20 мыңға жетті достар, 20 мыңдық жоғары зат ұсынса, біз солға ауыстырып алғанымыз. Олай болса кет деген сияқты ғой. Ал енді достар, біз Сак базарға келдік. Осы жерден штурка под номерлікте көретін боламыз. Админді сап. Осы жерден кеттік деген сияқты. Ал ендеше достар, көреміз. Дальше больше осы затты бізде машинаның заты болғандықтан осы жақта біз Сак базардан табамыз деген ой болды. Бірақ ол ойымыз қате болып шықты. Біз Сақ базардың барлық бутигіне кірген болатынбыз, ешкім ауыстырған жоқ. Тек бізде мұнай жерде бір ағамыз осындай берді. Қараңыздар. Технология ғой, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қазақстаннан өнім шыққан ғой. Балаларға арналған бүлдіршіндерге. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Мінекей. Мінекей. Балаларға арналған отандық технология шыққан. Бұл әлі бірақ жарық көрген жоқ. Бұл жарық көрсе, балалардың дамуына, күйлері мен өсуіне үлкен әсерін еткізеді. Физикалық дамуына, жаттығуына үлкен пайдасын тигізетін өнім шығайын деп жатыр. Мінекей. Бұл әлі жарық көрген жоқ аға. Бұл жарық көру үшін біз осыған инвестиция құйып жатыр. Сол мақсатта біз бір жоба жасап жүрік. 100 теңгемен деген жоба жасап жүрік. 100 теңгемен біз адамдарға ұсынып, біз қазір осы 20 мың теңгелік под номерный штурникқа жеткен болатынбыз. Мысалы, оның алдында бізде колонка мен ремен болды, 10 мың теңгелік. Бір кәсіпкер ағамыз 20 мың теңге. Ой, рахмет. 20 мың теңгелік бізге несін ұсынған болатын. Рахмет аға. Рахмет. Бізде негізі біз бұндай емес еді. Бірақ бізге басқаша түсінді ау деймін ағамыз. Рахмет, бірақ. Но поддержка ретінде беріп тұр ғой. Поддержка ретінде. Біз қазір 21 мыңдамыз достар. Сразу бізге осыны затты ұсынып жібереміз 21 мың. Эй, достар, бізде қазір локациямызды ауыстырдық. Біз енді қазір Қитавой жерге келдік. Осы жақтан қазір ауыстыратын адамды бар ма екен тексеретін боламыз. Отандық өнімді бірге қолдаймыз. Ал біз қазір Ақтау қаласына хит жер, Аққала молға келдік. Есікті ашамыз, жайлап кіреміз. Бастай берейік сразу. Өтетін жерлер. Қай жерлерге сразу уақыт жаймыз ба? Мына жердің барлығы не екен да?
киім кешек қой, сразу киім кешек болып кеткенше. мәссаған, Аққала молдың барлық этажын аралап шықтық, бірақ көбінесе бұл жерде киімдер екен. Қазір мен сөйлескен адамдарды көрсететін боламын. Назарларыңызға рахмет. Киім азымен қарап жүру керек қой еще, бір әдемі. Көрмеймін деп па? Жосын. Көреміз. Жақтан көрсек қалай болады парфюмді? Болады ғой қымбаттар андай. Ассалаумағалейкум, брат. Ассалаумағалейкум. Сіз осы жердің? Бір жоба жасап жүреді, Қазақстаннан технология шыққан. Қарап жүрсек, таныстырып жүрсек, қарсы емессіз бе? Бізде отанды өнім шыққан, Қазақстаннан. Балаларымызға шыққан жоқ, бұл әлі енді шығады. Бұған әлі инвестиция керек. Мысалы, бұл егер шығатын болса, балаларымызға өте пайдалы, сауығуына, дамуына, қазақи нақышта жасалған күйлер барлығы бар да. Солай жасалып жатырған дүние, өнім, технология Қазақстаннан. Бізде енді бұның жасалу үшін инвестиция керек. Біз енді сол мақсатта 100 теңгемен деген жобаны қолға алған болатынбыз. 100 теңгемен біз адамдарға обмен жасап, солай ауыстырып, біз қазір 20 мың теңгелік шторникқа келген болатынбыз. Под номері ма, қалай? Под номер дейтін бар ондай. Бұның алдында бізде колонка мен ремен болған, бір кәсіпкер ағамыз бізді шақырып, өнімді қолдаймыз, Қазақстанда өнімді қолдаймыз деп, бізге осындай 20 мың теңгелік осындай өзінің тауарын берген болатын қолдау ретінде. Сізге де мысалы осыны ұсынсақ, сізге осыны береміз. Сіз бізге осылай бір 20 мыңнан больше заттыңызды бере алсаңыз, қолдау ретінде. Жобаға. Қалай? 20 мыңнан больше дейсің. Маған бетсек қалай болады? Назар керек емес, мен істеймін. Мәссаған. Просто былай қосып беретін ба? Поддержка ретінде. Просто теңге берейін, поддержка ретінде. Теңге? Бізге негізі андай заттан болса, негізі қандай бір ажик болғандарыңыз болсын. Мәссаған. Бұл ағамыз бізде алмаймын. Яғни Яғни жобаға қолдау ретінде өзім қосып беремін деп жатыр. Бұл үлкен бір И ничего. Сайд-эффект самый хайповый и соблазнительный аромат. Унисекс. Мәссаған болса. Бөлек екен. Бұл қанша тұрады? 20 мыңнан көпке сатады пайымдауы. Достар, өздеріңіз естіп тұрғандай, ағамыз бізге 20 мыңнан көпке сата аласың деген болады. Біздің қолымызда 20 мыңдық штур мен 1000 теңге болғандықтан біз бағасын 24 мың дедік. Солай біздің қолымызда қазір 45 мың бар. Ағам неке қол артылып жіберейік олай болса. Рахмет сізге. Серік, бізде Аққала молда. Мына жер қалай атаймыз? Мына жердің мекен-жайын қалай береміз? Көрсетесің? Неке осы инстаграмы достар, осы жерге келіп сауда жасасаңыздар болады. Міндетті түрде келіңіздер. Ағамызға үлкен рахмет. Міндетті түрде келіңіздер. Құйып шприцпен 5 миллиграммнан вообще қымбатқа сатып жүрсең. Мәссаған достар. Осылай бізге 20 мың теңге парфюм берген болатын. Аға, рахмет сізге. Сау болыңыз. Әдемі поддержка болды маған Мәссаған достар, бізге мынандай унисекс па бірдеңенің үшін затын береді. Атын айтып қой. Атын айта берген сол. Так, ағамызға үлкен рахмет. Бізде яғни 40 мың болды ма? Әдемі 40 мың. Бізде 40 мың бар достар. Мәссаған. Мен үлкен қатты қуаныштымын. Поддержка деген болып тұр ғой, короче, әдемі. Ау? Әдемі поддержка болды. Бұл жобамызға рахмет поддержка. Ағаларымызға үлкен рахмет, кәсіпкер ағаларымызға. Бізде қолдап жатқанына, Қазақстанда өнімді технологияны қолдап жатқанына үлкен рахмет. Бізде қазір 40 мыңға жеттік достар. Біз бұнымен тоқтамаймыз. 15 миллион инвестицияға бірге жетеміз. Зоуымызды қарақ қой, жақсы барлығы естіліп тұр ма достар? Достар, өкінішке орай біздің алдыңғы ролик, алдыңғы осы ағамыздың берген өнімі, сол кезде біздің даусымыз анық естілмепті, яғни көп естілмеген. Ол жерде байқаған шығарсыздар. Бірақ осы ағаға да міндетті түрде шақырып, бізді алғашқы кәсіпкер болғандықтан ол ағаның да жақсылап саудасын жасап өткізсеңіздер, біз қуанып қаламыз достар. Бізге себебі ол кісілер дамуымызға үлкен себепкер болып жатыр. Екі ағаға да, екі кәсіпкерге де үлкен рахметімізді айтамыз. Достар, олай болса біз әрине локация ауыстырамыз деген ойдамын. Біздің Аққала молды полный бір қарап шықтық достар. Барлық жерін түкпір-түкпіріне бардық, араладық. Олай болса достар, біз қазір тағы да жаңа локацияға барайық. Сонымен қайтадан қауышатын боламыз.
Олай болса достар, біз осымен күнімізді аяқтаймыз. Күнде батып келе жатыр. Бүгінгі күннің қорытындысы Ора айтып жүр. Бүгінгі күннің қорытындысы достар осындай парфюммен шықтық деген сияқты ғой. Қарасаңыздар. Они қалай дейді аты қалай дейді? Они бірдеңе, в общем, нормальный парфюм. Және бізде шторка, подмомерный кам, және бізде 41 мың теңге бар жатыр. Ақша қайда? Қалтамда шығара алмайтын. Жалпы біз 41 мыңға жеттік. 10 мың теңгемен шығып, үлкен рахмет кәсіпкер ағаларымызға қолдау білдірейік. Оларға да үлкен рахмет. Бізді қолдап жатқанда, қазақстандық отандық өнімді қолдағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздерден де күтетінім достар, сәл ғана көмектеріңіз, лайк, комментарий, репост тіркеліп қойыңыздар. Қызықтың бәрі алды. Лайктың бәрін аямайықшы достар. Олай болса кеттік.